Қайырлы кеш, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең дәмді қыстық салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, және де нан батырып жесеңіздер де, нанмен жесеңіздер де, қою тамақпен керемет үйлесетін мына салатты міндетті түрде дайындап көрулеріңіз қажет. Осы видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Бізге қажетті зат қызанақ, болгар бұрышы және де сарымсақ, өз қалауыңыз бойынша көк шөп, сәбіз және де бір дана ащы бұрыш, пияз қажет болады. Ең алдымен қызанақтарды тазартып ашып алып, видеодағыдай ет тартқыштың көмегімен өткізіп аласыздар. Егер де ет тартқыш болмаса, блендермен езіп алсаңыздар да болады. Осындай қою масса болды, дөңгелек түрін қолданыңыздар, ал қалған суын төк тастайсыздар, оны қолданбаңыздар. Сәбіздің қабығын ашып, каре екішінен өткізіп аласыздар. Барлығының мөлшерін, килограмдарын, грамдарына дейін описание бөліміне жаза кететін боламын. Осы видеоның атауының үстін бассаңыз, яғни названияны басатын болсаңыздар, описание бөлімі ашылады. Сол жерден қарап, скриншот жасап алыңыздар. Сәбізді өткізіп алдық, содан соң болгар бұрышын тураймыз. Болгар бұрышын бұл салатқа 4 бұрышты етіп турасаңыздар, дәмді болып шығады, және де қызыл түрін, еттілеу осындай қалың түрін қолдансаңыздар, салат күшті болып шығады. Барлығын осылай 4 бұрышты етіп турап, алдын ала барлығын дайындап алдым. Келесі кезекте біз жаңағы өзіңізге ұнаған көк шөп түрін қолдансаңыздар болады. Мен бұл жерде петрушканы қолдандым. Укроп салсаңыздар да өз еркілеріңізде. Оны да кішкене ірілеу етіп, осылай видеодағыдай турап алдым. Және де сарымсақты дөңгелек етіп турап алдым. Осы күйінше ұзын-ұзын етіп турайсыздар, сосын кәдімгідей дөңгелек форма болып шығады. Өз қалауыңыз бойынша 4 бұрыш етіп турасаңыздар да болады, ешқандай маңыздылығы жоқ. Және де пиязды видеодағыдай 4 бұрышты, 3 бұрышты немесе ұзыншалап етіп турай бересіздер. Бұл жерде де ешқандай маңыздылық жоқ. Енді бір осындай ащы бұрыш қолдандым. Көп қоссаңыздар тіпті ащы болып кетеді. Егер сәл ғана дәмі шықсын десеңіздер, жартысын ғана қоссаңыздар болады. Менде кішкене сәл ащылау болды. Бір данасын қосып осылай қуырамыз. Қазанды газге қоямыз. Үстіне 200 грамдай сұйық май құясыздар. Сосын қыздырасыздар. Осының үстіне жаңағы ащы бұрышпен пиязды саласыздар. Ащы бұрышты бірге қуырыңыздар. Сонда ащылық дәмінің барлығы толықтай майға, салаттың дәміне сіңетін болады. Сосын пиязды қуырып болғаннан кейін сәбізді салып, оны да біраз қуырасыздар. 5 минут қуырсаңыздар, осылай кішкене көлемі кішірейеді. Сәбізді салып болғаннан кейін болгар бұрышын салып, оны да бірге қуыратын боламыз. Барлығын саласыздар, тағы да араластырып қуырасыздар. Сонымен қатар каналымда өте дәмді қысқы мезгілге арналған салаттың рецепті бар. Қайнатылмай жасалатын чертополохтың, күздік салаттың, тұздалған қиярдың, ассортидің және де түрлі қыс мезгіліне арналған дәмді салаттардың рецепті бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Описание бөлімінен қалдырамын. Және де тартылған қызанақтың барлығын осыны үстіне құясыздар да жақсылап араластырасыздар. Газдың астын ең қатты көзіне қоясыздар да қақпағын жауып қайнағанша күтесіздер. Қайнай бастаған кезде жаңағы лавр жапырағын, тұзды, қара бұрыштың барлығын осы кезде саласыздар. Бұл жерде 3-4 дана лавр жапырағын салдым, содан кейін қара бұрыш салдым. Кәдімгі ұнтақталған қара бұрыш салса да болады. 2 ас қасық толтырып тұз салып, жақсылап араластырып алдым. Біраз енді қайнататын боласыздар. Толықтай осы салаттың қайнау уақытысы 25-30 минуттай. 2 ас қасық қант салдым. Міндетті түрде қайнап болғаннан кейін дәмін көресіздер. Болгар бұрышы сәбізі пісуі қажет. Жаңағы туралған көк шөппен, яғни петрушкамен осы чеснокты да бірге салып, тағы да араластыратын боласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай осындай реңі әдемі, күшті болып шығады. Ал қайнау уақыты болғаннан кейін, біраз қайнағаннан кейін сөлі бөліне бастайды. Сол кезде сочный, күшті, дәмді жаңағыдай салат болып шығады. Осы кезде қайнап жатқан кезінде банкілерімізді ас содасымен жуып, мантыварканың немесе шәугімнің көмегімен банкілеріңізді 10 минуттай булап аласыздар, және де қақпақты 5 минуттай қайнатып алғандарыңыз дұрыс. Міне осылай қайнап жатыр. Қайнағаннан кейін қақпағын осылай жартылай жабасыздар, және де газдың астын жай жылдамдыққа қойып қойғандарыңыз дұрыс.
Менде толықтай 25 минут қайнады, осылай сөлі бөлініп, әдемі болып шықты. Дәмін көрдім, барлығы жақсы болып жатыр екен. Тұзы да бәрі жақсы екен. Егер тұзы аз десеңіз, тұз қоссаңыздар болады. Стерилденген банкіңізге арнайы осындай құрылғымен салсаңыздар болады. Толтырып, жаңа бетіне дейін салатын боласыздар. Стерилденген қақпақты бетіне жабасыздар, және де банка бұрағыштың бұрағыш құралғымен толықтай бекітіп аласыздар. Осы әдіспен барлық банкіге құйып шығасыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, менде банка бұрағыш құрал осындай тез әрі оңай жабылады. Осылай бір айналдырғаннан кейін банкіңіз тез жабылатын болады. Барлығын осы әдіспен жасап шықтым. Менде 4 литр шамасында осындай салат шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға, отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Барлығын жауып болғаннан кейін жылы жерге қойып, көрпемен немесе шашықпен осылай бетін жауып бір күнге қойып қойсаңыздар болады. Құрамына ешқандай уксусты аспирин де қоспай-ақ осындай салатты жаба аласыздар, ешқандай атылып кетпейді. Өзім жыл сайын осы рецептпен жасаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны аса лайк басып, комментарий бөлімде өз пікіріңізді қалдырып, каналға тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып